Сәлем достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Мен бүгін сіздерге сөйлеу мәнерін дамыту туралы айтатын боламын. Егер де менің видеом ұнаса, менің каналыма тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыздар. Өз ойыңызды толығымен жеткізе алмау, сөйлем арасында паразит сөздерді қосып сөйлеу, мұның барлығы сізге таныс па? Онда сізге сөйлеу мәнеріңізді дамыту қажет болады. Өйткені сіз сөйлеу мәнеріңізді дамыту арқылы ғана жұрт алдында өзіңіздің беделіңіздің жоғарғы екендігін көрсетіп, және де көптеген қошеметке ие бола аласыз. Олай болса, бүгінгі видео барысында сіздер өздеріңіздің сөйлеу мәнеріңізді дамыту жолдарын үйренетін боласыз. Керекті ақпараттардың барлығын қағазға түсіріп, менімен бірге қайталауды ұмытпаңыздар. Достар, сөйлеу мәнерін үй жағдайында дамытудың ең керемет жолы ол қарапайым ғана бір сөзді алып, сол сөздің әдеби түрдегі неше түрлі нұсқасы арқылы сипаттап беруіңіз қажет болады. Мысалға, сіздер кез келген ыдысты алсаңыздар болады. Мысалға, біз кесені алатын болсақ, ол кесенің қайда жасалғандығын, оның қалай жасалғандығын, неден жасалғандығын, және де ондағы ою-өрнектерді барлығында әдеби тілде суреттеп беру арқылы біз өзіміздің сөздік қорымызды және сөйлеу мәнерімізді дамыта аламыз. Олай болса, мысалға, кесені алатын болсақ, оны біз әдемі тастармен көмкерілген әдемі кесе деп алсақ болады. Немесе оның түсі тұп-тұнық мұхиттың түсіндей, тағы да басқа деген секілді әртүрлі теңеулер арқылы біз 5 минуттың көлемінде осы бір кесені сипаттап беруіміз қажет. Алғашында бұл нәрсе бізге өте қиын болып көрінуі мүмкін, бірақтан да ол уақыт өте келе бізге өте оңай тапсырмаға айналады, және де сіздің сөйлеу мәнеріңізде жақсара түседі. Және де достар, сіздердің сөйлеу мәнеріңіздің төмен екендігін көрсететін тағы бір фактор бұл паразит сөздерді қосып сөйлеу. Сөйлем барысында біз жаңағы, мысалға, тағы да басқа әртүрлі, немесе орыс тілінен енген походу, может, еще, даже деген сынды біз көптеген паразит сөздерді сөйлем барысында өзіміз байқамай қолданып жатамыз. Бірақтан да ол сөздердің барлығы біздің сөйлеу мәнеріміздің төмен екендігін көрсетеді. Біз ол сөздердің орнына әдеби сөздерді қолдануымыз қажет, немесе ол сөздердің орнын ешқайда ауыстырмауымыз қажет. Мысалға, бізде даже дегеннің орнына орыс тілінен енген сөз, біз ол жерге қазақ тіліндегі сөздің мағынасына сай келетін сөзді ғана қолдануымыз қажет болады. Және де бізге, достар, паразит сөздерден арылу үшін көп әдеби кітаптар, әдеби журналдар оқу керек, және де сөйлем барысында сол әдеби кітаптардан алынған сөздерді, немесе журналдардан алынған сөздерді қолдануымыз қажет болады. Ал паразит сөздерден арылуымыз керек, сонда сіздің сөйлеген сөзіңізде өте әдемі естіледі. Достар, сіздер егерде бір сөйлемді аяқтағаннан кейін кішкене ғана кідіріп, екінші сөйлемге өтуіңіз қажет болады. Бірінші сөйлемнен кейін екінші сөйлемге тез өтіп кетіп, мысалға, арасында үтір, нүкте дегендерге ешқандай тоқтамайтын болсаңыз, онда сіздің сөзіңіз ешкімге түсініксіз болады, және де өзіңіз де ол сөзіңізде не айтып жатқандығыңызды түсінбейсіз. Сол үшін де сізге кішкене кідіріп, әр сөйлемдерді айтқан сайын, оларды, мысалға, көңіл күйіңізге қарай көтеріңкі етіп кейбір сөйлемдерді, ал кейбір сөйлемдерді, мысалға, интонация арқылы, эмоция арқылы білдірсеңіз, солай жеткізсеңіз болады. Достар, сіздерге айтар тағы бір кеңесім, сөйлеу барысында әртүрлі метафораларды, мақал-мәтелдерді көбірек қолдануға тырысыңыз. Егер де сіз, мысалға, бір мақал-мәтелді әдеби кітаптан оқып алсаңыз, ол мақал-мәтелді, яғни сол жағдайға байланысты, егер жағдайға сәйкес келіп тұрса, сол мақал-мәтелді қолданып жіберіңіз. Одан кейін сіз бір рет қолданғаннан кейін, ол сіздің есіңізде мәңгі қалады, және де алдағы уақытта сөздің мәнісіне сәйкес сіз ол мақал-мәтелді тағы да қолдана аласыз. Осылайша сіз күнделікті бір мақал-мәтелден жаттап отырғанның өзінде бір айдың ішінде сіз 30 түрлі мақал-мәтелді үйрене алады екенсіз. Яғни сол сіздің мақал-мәтеліңіз арқылы сіздің сөйлеу мәнеріңіз де жақсара түседі, және де сіздің сөзіңіз өтімді болады. Ал егер де сіз қарапайым тілмен түсіндіріп беріп, мысалға, ешқандай метафора, мақал-мәтелдерді қолданбай, паразит сөздердің барлығын қолданатын болсаңыз, онда сіздің сөйлеу мәнеріңіздің төмендігі баршаға
мәлім болады. Ал егер сөйлеу мәнерін дамытамын десеңіз, онда сізге жаңа айтып кеткенімдей әдеби кітаптарды көбірек оқу керек, әдеби журналдарды көбірек оқу қажет, және де ондағы сөздердің барлығында сіздер мысалға өзіңізге таныс емес сөздер болса, өте әдемі әдеби сөздер болса, онда оларды сіздер қағазға жазып отыруыңыз қажет болады. Достар, осымен сіздерге айтылған кеңестер тәмам. Егер де сіздердің де кеңестеріңіз болса, комментарийға қалдырсаңыздар болады. Әрине, сіздердің кеңестеріңізді ескеретін боламыз. Егер де менің бүгінгі видеом ұнайтын болса, сіздерге менің каналыма тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыздар. Және де достарыңызбен видеоны міндетті түрде бөлісіңіздер.